Сәлем қыздар, бүгін біз синабони жасаймыз. Ең алдымен қамырын жасаймыз. Жылы сүтке дрожж салып, жақсылап араластырып, 10 минутқа қойып қоямыз. Таза ыдысымызға 2 жұмыртқа, қант, тұзды салып, жақсылап араластырамыз. Үстіне сүт пен дрожжды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Сосын үстіне бөлме температурасында тұрған сары майды салып, жақсылап араластырамыз. Осында масса шығады, оның үстіне ұн салып, жақсылап араластырамыз. Қамырымыз жұмсақ болуы керек, үстін жабып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа көтерілуге қоямыз. Одан кейін қант пен корицаны қосып, араластырып қоямыз. Қамырымызды жайып, 4 бұрышты қылып, одан кейін ерітілмеген сары майды жағып шығамыз, яғни бөлме температурасында тұрған. Одан кейін қант пен корицаны бетіне жағып шығамыз. Егер сіз ерітілген майды жағатын болсаңыз, ораған кезде ол майыңыз ағып кететін болады. Жақсылап барлық жеріне жағып, рулон қылып орап шығамыз. Осындай рулон шығады, оны кез келген бөліктерге бөліп қойып қоямыз. Мен жіппен бөлдім, сізде осылай жіппен бөлсеңіз оңайырақ болады. Одан кейін пергамент төсеп, үстіне қойып, кішкене үстін басып, бетін жабып, 30 минутқа қойып қоямыз. Мен бетіне жұмыртқа жақтым, сіз жақпасаңыз да болады. Одан кейін қызып тұрған духовкамызға салып пісіріп аламыз. Креміне творожный сыр, сгущенка, сливки керек болады. Осының барлығын жақсылап араластырып, синабониіміздің үстіне жағып шығамыз. Синабониіміз кішкене ыстықтау болу керек. Ыстық болған кезде ол ішіне, барлық крем ішіне сіңетін болады. Барлығын осылай жағып, мен үстіне шоколадпен әсемдедім. Сіз әсемдемей, осылай да жесеңіз болады. Примерно 15-16 синабони шығады. Обязательно жасап көріңіз, сіздерге точно ұнайтынына сенімдімін. Өте дәмді, нежный болып шығады. Ұнаса менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіз.